Кейде баянды, кейде баянсыз, кейде аялы, кейде аяусыз мына жалғанға не дерсің? Керуенде көшкен бұл өмірде байлау бар ма? Бұл өмірге келген екенсің, Алланың жазуымен кетесің. Осы екі уақыт арасында өз ісіңді қалдырасың. Секундтар сырғып, күндер жылжып, көзімізді ашып жұмғанша асқар таудай әке, асыл аға, ізеттіні, дос, бауыр болған Төлеңгіті Файз бір жыл уақыт болыпты. Жапырағы жайған бәйтерек, тереңге тартқан тамырым, сезбекпін әке ертерек, жаныңнан ыстық жалыным. Төлеңгіті Файзрахман Қыздырұлы 1943 жылы 5 желтоқсанда Қытайдағы Шәушек қаласында дүниеге келген. Оның әкесі Қызыр 3 ағайынды болған. Құсайын, Қызыр және Елекен. Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданына қарасты Мақаншы елді мекенінде өмір сүріпті. Файзрахман атамыздың әкесі Қызырдың айтуы бойынша олардың әкелері Төлеңгіт ерте қайтыс болған соң, анасы Нұрпүштің тәрбиесінде ер жетіп, үлкейген шағында да бір-бірінен алыстамай, өте тату, сыйласымды болған. Тағдыр тәлкегімен әжелері Нұрпүш 1932 жылы қазақ даласын жайлаған нәубетте елмен бірге 3 баласын ертіп Қытайға өтеді. Сөйтіп, Қытай шекарасынан 18 шақырымдай жердегі Шәушек қаласы маңында 3 баласын бөлмей бірге өмір сүреді. Бірақ 1941 жылы әжелері Нұрпүш қайтыс болады. Файзрахман атамыздың әкесі Қызыр етікші, ағасы Құсайын ағаш ұстасы, ал кенже інісі Елекен мұғалім болып, кейіннен милицияда тергеуші қызметін атқарады. Файзрахманның небәрі 15 жасында әкесі Қызыр қайтыс болып, ерте жетім қалады. Артында қалған екі інісі Қадырбек 6 жаста, Өктем 2 жаста болады. Аналары Камария өте момын, тек үй шаруасымен ғана айналысқан адам еді. Сондықтан ауыртпалықтың бәрі жас Файзрахманның басына түседі. Ол інілеріне қамқор болып, шамасы келгенше әке орнын әке, аға орнын аға болып, өмірінің соңына дейін адал атқарған. Өзінен кейінгі інісі Қадырбек 2019 жылы дүниеден озған. Тұңғыш қызы Әлия тұрмыста. Ұлдары Жеңіс, Айдын, Дәурен бүгінгі таңда ұлттық ұланда қызмет етуде. Кішінісі Өктем 1998 жылы қайтыс болған. Баласы Шалқар Үшбей елді мекенінде тұрады. Қызы мөлдір тұрмыста. Атамыз Файзрахман мектепті Қытай Халық Республикасында араб әріптеріне негізделіп жасалған Ахмет Байтұрсыновтың төте жазуымен оқып бітірген. 1962 жылы Қазақстанға келгеннен кейін Красный партизан колхозында құрылыста еңбек етеді. 1964-1967 жылдары отан алдындағы борышын Красноярск қаласындағы ішкі әскерде өтейді. 1962 жылы Семей қаласындағы Крупская атындағы педагогикалық институтта сырттай түсіп, 1973 жылы математика мамандығын алып шығады. Сол жылдары Қаратал ауылында математикамен қатар ән-күй пәнінен сабақ береді. 1969 жылы 15 июньде апамыз Сәкен Мұқажанқызымен шаңырақ көтереді. Кейін жоғары оқу бітірген соң 1974 жылдан бастап екеуі де Семей облысы Жарма ауданы Үшбек ауылында зейнетке шыққанға дейін бұрынғы 1 май қазіргі Ақтайлақ би орта мектебінде еңбек етеді. Файзрахман атам 1974 жылы мектептегі бюджеттік интернат меңгерушісі және математика мұғалімі болып тағайындалады. Осы жылдары интернаттан балаларының оқу үлгерімі, тәрбиесі, тамақ амандығы, тұрмыстық жағдайы Фәкеңнің жауапкершілігінде болды. Өзінің алтын уақытына қарамастан күні-түні интернатта балалардың қасында болды. Ешқайда шыға алмады. 20 жыл бойы интернат жабылғанша уақытпен санаспай меңгеруші қызметін толық атқарды. Сонымен қатар математика пәнінен дәріс береді. Методикалық бірлестік жетекшісі өзінің курстасы құрдасы Мәриям Калиевна еді. Бірлестік мүшелері аралас құралас, дос адамдар болғанмен оқушылар мүддесін әрқашан жоғары қойып, сапалы, білімді, қызықты, нәтижелі деңгейде сабақ беруші еді. Әсіресе балалар математикадан жазбаша емтихан жұмыстарын орындағанда қолайлы, ұтымды, ең жақсы тәсілдерді қолданғанын жүйелі даярлап, қалыптастырып отыратын. Бірыңғай ұлттық тест басталғаннан кейін оқушылармен жұмысты үдетіп, есеп шығару жылдамдығын арттырумен тиімді төте жолдар тәсілдерінің қыр-сырын үйретті. Соның нәтижесінде Файзрахман ағайдың сабақ берген сыныптардың оқушылар арасынан жылына 3-4 оқушы алтын белгімен бітірген. Еңбек елеусіз қалған жоқ. Маңдай терінің нәтижесінде көптеген марапаттарды иеленді. Ыбырай Алтынсарин медалінің иегері, аудандық білім бөлімінің, кәсіподақ ұйымының, әкімдердің әр жылғы алғыс хаттары,
облыстық департаментінің, кәсіподақ ұйымының құрмет грамоталарымен ұласып жатты. Білім және ғылым министрлігінің құрмет грамоталары мен марапаттары, сондай-ақ Қазақстанның таңдаулы адамдар кітабына енуінің, математика пәнінің үздік мұғалім атағының берілуінің де өзіндік орны бар. Мұның бәрінде Файзрахман Қызырұлының жасөспірімдерге тиянақты тәрбие және ұзақ жыл ағартушылық еңбегінде 40 жыл төккен тердің нәтижесі деп білеміз. Файзрахман Қызырұлы үш биікте тұрған 40 жыл ішінде мектептің ауылдық қоғамдық жұмыстарына да белсене араласты. Әсіресе педагогикалық ұжым мен кеңесар ұжымының көркем өнерпаздар байқауында ауданның, облыстың алдын бермей жүрген кездерінде Фәкеңнің үлесі көп болатын. Әріптестері Жармұхаммед домбырада, Айтқазы баянда, Фәкең мандолинді ойнап, трио құрып, қазақтың халық әндерін өте әсерлі шырқайтын. Еңкерекей сазды фольклорлық ансамблінің белді мүшесі болып, тіпті Алматыдағы Республика сарайында үлкен сахнада да өнер көрсетіп қайтқан. Файзрахман атамыз кәсіби әнші болмаса да өнерді сүйді. Қазақтың қай аспабы болмасын домбыра, баян, балалайка, мандолин, гитара, тіпті скрипкамен де ойнап керемет ән айтатын. Бір көрінші көзіме туған айдай сәуле 18-дің алдынан бер асқандай ән тербетіп құр желдетіп көктем ұштың кеудемнен керуендетіп ал. Жас кезінде спортпен де жақсы шұғылданған. Бір сөзбен айтқанда жігітке тең қасиеттің бәрін меңгерген 8 қырлы, бір сырлы десек болады. Файзрахман атамыз Сәкен апамызбен 5 бала тәрбиелеп өсірді. Балалары Сәния, Қанат, Самат, Жанат, Мұрат, Раушан мектепті үздік бітірген соң жоғары оқу орындарына өз күштерімен түсіп, үздік дипломмен бітіріп шықты. Тұңғышы Сәния Рейдер қаласында дәрігер, жолдас Асқар ішкі істер министрлігінің зейнеткері. Екі ұлы Фарқат пен Дулат үйленген. Жиен шөберелерін атасы көріп ескеп кетті. Қанат 2013 жылы өмірден ерте 42 жасында озды. 42 жасына дейін талай биікті бағындырып, асулардан өтті. Тума талант еді. Әлі де шығатын шыңы көп еді, амал қанша. Ұлттық ұланда адал қызмет етті. Әскери ғылыми саланы жолға салды. Педагогика ғылымдарының кандидаты, Қазақстан және Ресей елінің әскери ғылымының мүшесі, Қазақстан Республикасы педагогика ғылымының мүшесі, профессор және тағы көптеген атақтарға ие болды. Одан кейін Саматта студент кезінде жол апатынан қайтыс болды. Саматта тума талант еді, туғанынан жанып тұрған бала болатын. Екі ұлының қайғысы атамыз бен апамызға оңай тимеді. Бірақ орнында бар оңалар деп Қанаттың артында ұрпағы жалғастырып келе жатыр. Немерелері Әділет Түрік Республикасының Құрлықтар академиясын тәмамдап, әке жолын қуып, қазіргі таңда ұлттық ұланда қызметін жалғастыруда. Дәулет Астана IT университетінің 2-ші курс студенті Кенжесі Әлихан білім және инновация лицейінің үздік оқушысы. Атасының ұрпағына арнаған Файзрахман ама деген өсиетінде немересі Әділетке жас болсаң да бас боласың деп, екіншісі Дәулет пен Әлиханды және келіні Ерана тапсырды. Немерелеріне берекелі үйімшіл болыңдар, аналарың Ераның еңбегін бағалап сыйлаңдар десе, ал келіні Ераға балам саған ризамын, ұлым Қанаттың жасамаған жасын жасап, балаларыңның қызығын көр, құлындарым өзіңе аманат деп ақ батасын беріп өсиетін өзі бар кезінде жазып кеткен. Одан кейінгі қызы Жанат, мамандығы финансист экономист, отбасымен Алматыда тұрады. Жолдасы Болат, Алматы қалалық прокуратурасының қызметкері. Айрандай үйған отбасы 5 бала тәрбиелеп отыр. Мұрат болса жоғары оқу орнын Анкарада бітіріп, Алматыда қызмет атқарады. Бір ұлы бар. Ал кенжесі Раушан Қытай Халық Республикасында докторантуралық дәріс алып жатыр. Файзрахман Қызырұлының өмірі жыр-дастан, еңбегі шан теңіз. Оның бәрін екі сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Атамыздың жүрген жолы қиында қызықты, мәнді болды деп санаймыз. Аяулы әке, ұлағатты ұстаз, бақытты ата болды. Өйткені артында өшпейтін із қалдырды. Еске алатын ұрпаға құрмет тұтатын шәкірттері бар. Файзрахман Қызырұлының отбасы мен ұрпағының береке бірлігі артып, еліміздің одан әрі өркендеуіне өз үлестерін қоса берсін. Асқартау әкеміз, мейірімді атамыз ісін жалғастырушы ұрпағына, еліне ешқашан ұмытылмайтын мұра қалдырды. Жаны жанатта болсын, топырағы торқа болғай.